Айбай! Көктемнің өзінде мынандай ыстық болып тұр. Жазың қалай болады екен? Қысқа. Кондер қоссақ ақарашқы, күнге шықсақ гриль болайын деп тұрып қоя. Мұндай кезде тек мұздай бір сыра болса көпіршіп тұрады жатай. Ой, кешіріңіздер. Ыстыққа төзіп, қаланы кезіп, миыңда қайнап бара жатыр ма? Давлениең ойнап, ауызы құрғап, көлеңкенің өзі қашып келе жатыр ма? Терлерің оншақтай сырғана бағып, салқын нәрсе қалағаның ба? Ойланба онда, қиналып зорға, күнге күйіп далада тұрма. Салқында мұз боп тұрады, маңғаз-маңғыстаудан шығарады, бие сүтінен кек жасалады, Алекс қымыз. Батырлар осыдан күш алады, тек мықтылар ғана іш алады, ысығыңды осы ғана басалады, әкетеді шіркін. Ауылға да Алекс келді деп, бүкіл қазақ мекен ау сайраған, қоңыр батыл ашқып, сабат орсып кең дастархан ау жайнаған. Талшыбықтай қыздар бар бұралған, акуланың тістеріндей құралған, маған сынып жүр десем алданыппын, қымыздың шыққанына қуанған. Ән жай болып кетті. Қазір қымызды ішіп аламда ұрсам енді. Фата-тита, 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 фата-та. Фата-тита, 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 фата-та. Енді бәріңді баурайым. Фата-тита, 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 фата-та. Алекс қымыз қазақтарды баурайды. Ішкен адам жаурайды.